Құрметті жерлестер, елімізде болып жатқан жағдайлармен барлықтарыңыздар танысыздар. Оны теледидардан бәріңіз де көрдіңіздер. Қарулы террористер мемлекеттік төңкеріс жасамақшы болды. Олардың пиғылдары Қазақстанның егемендігін болдырмау. Осы қиын қыстау жағдайда еліміздің президенті Қасым-Жомарт Тоқаев ол кісі барлық іс-қимылдарымен жаңағы террористерге қарсы қимыл жасап, оларға жақсылап тұрып тойсарысып берді. Сонымен бірге біздің өзіміздің егемендігімізді сақсап қалды. Бүкіл Қазақстан халқы, оның ішінде біздер де осы президентіміздің осындай шұғыл іс-шарасын толықтай қолдаймыз. Әр уақытта біз оқушыға жарашығымызды білдіреміз. Енді жастарға айтайын дегенім, сендер жастар діни ағымның, басқа да ағымдардың жетегіне түспеулеріңізге шақырамын. Себебі асарымыздың болашағы сендер жастарда. Сендер педагогикалық университеттің түлектері боласыңдар, болашақта мұғалім боласыңдар. Сондықтан сендер өзіміздің еліміздің патриоттары, отан сүйгіш азаматтары болуға тырысуларың қажет. Бұл қақтығыста көптеген азаматтар, олардың ішінде жастар қайтыс болып кетті. Біз олардың отбасыларына, барлықтарына көңіл айтамыз. Олар өз отанының патриоттары. Сондықтан біздер дағы жастардың ішінен әр уақытта, әр берде патриотты жоғары, отан сүйгіш азаматтарды тәрбиелеуге біз күш-жігерімізді салуымыз керек. Егер барлық азаматтар отан сүйгіш патриот болатын болса, онда біз өзіміздің отанымыздың қауіпсіздігіне ешқандай алаңдамауға болады. Сіздерді бірлікке шақырамыз. Біздің күшіміз бірлігімізде.